Достар, бұл видео бастамастан бұрын өзім досымның, ағамның декопердің арнасын ұсынамын. Және де осы арнаға көмектесіп, жетім подписчикке дейін маған менен асатындай жасап кетіңіздер. Осы арнаға подписация етіп, қуантып кетіңіздер. Бұл маған көмектескен болатын, мен де сол көмектесейін деп тұрмын. Міндетті түрде алыңыздарда подписация кнопкасын мұжып, колокольчикті мұж кетсеңіздер, мен сіздерге ырза боламын. Ал біз видеоға кеттік. Гоуде. Алло, досым. Алло, я досым. Сен ютубты қарадың ба? Нелзи видеосын шығарды ғой. Соған 1500 лайк басып кетейікші. Тез видеосын күтіп отырмын. Сол келесі видеосы тез шықсыншы. Сондықтан 1500 лайк басып кетейікші. Тез басып кетші сен де. Жарайды, басып кетейік. Міндетті түрде басам ғой. Сағат қанша болды? Так. Оп. Мына жақтан киім қайда мен? Мына киімдерім тұр. Киімдерімді алып киіп алайын, сосын нубқа барайын, чай ішіп алып бассейнге түсіп алайын. Қазір мен тамақ ішіп алайын кішкене. Кішкене тәуетім болмай тұр. Кухняда осы жаққа жұмысшы келем деп еді. Так, кемес бұрын өзімде тамақ жасай аламын. Жалпы қазір бассейнге түсіп алып нубқа барайық. Қазір тамаша күн болып тұр. Шешіп тастайық та. Ема, су деген суық болып тұр. Тез киімді киіп алайын. Қазір нақта саябақта кішкене жерлер кішкене кіреміз ба? Шемішке шақып салмасын. Қазір деген нубқа баратын боламыз. Нуб деген кел ошаға ұйқы бермей отырып алады. Наяқта мен үйге ұйықтайын деп отырсам. Так, тамақ кішкене жеп алайын. Так, нубтың туалеті ашық тұр. Туалет дейді. Жоқ қоймай ма нуб? Нубтың бассейні жанды. Нуб? Қайда нуб? Нуб деген қаққа кетіп қалған? Сұрттарын қарайық. Қазір сұртта қоймын. Нуб. Туалетіне түсіп кеткен жоқ па? Жоқ, туалеті қатты терең емес, әлі көп тұшпапты. Десек те болады. Кеттім мен алмаздар жақты қарап білейін, сосын барып. Жоқ ешкім. Прио, сен айып етпе, мен үйіме атама деген жар. Барып келем, бір күндей дейді. Алмаздарды алып үйіне тыға тұр жарима дейді. Атаға кетіп қапты ғой, атасына. Ақта не? Жоғы сенке. Нубта кетіп қапты ғой, атасына бір күнге жарайды, бір күн болса да. Сол өзім барып, алмаздарды қазып алайын. Нуб айтқандай. Кім қоқпаған боқтарды. Так, алмаздарды менде өзімде кирка бар, Так, мыналарды алып алайын. Хоп, мұнай қаттарда, Наяқты қазанда бір неке түсті ғой. Не түсті? Тоқта, қаяқта. Ема! Наға лесница келу керек. Лесница менде қаяқта лесница жасау керек қой. Так, менде ағаштан жасау білем жалпы кішкене. Жасау болу керек. Қазір, тез ағаштарды алып алайық. Ағаштардан керек болады лесница жасауға кішкене болсын. Ағаштарды қойып шығамыз. Мына жақта полный склад сияқты мына астына. Түсуге де бірақ қорқып тұрмын, түсе алмай. Қорқатын сияқтым кішкене бар ғой. Так, үйге келіп. Так, мында қақта верстак міне. Наяқта бар ғой. Тұр, хоп, міне. Естіп. Хоп. Нуб деген қорқпаса, мен де қорқпауым керек. Нуб қорқпай түсірді. Қалай жасайды? Жоқ, түсінбедім. Міне, лесницаны былай жасайды. Естіп ұстай тұрамыз да, естіп алып, лесницаны жасап алайық кішкене болсын. 12 лесница жетеді деп ойлайым. Кішкене, тез барайық. Ана қойма деген кәдімгідей дәу сияқты, по-моему, ішінде
не бар екен, кім біледі. Түсейін ба, түспей қойын ба. Нуб деген түсірт, бірақ мен не қалай қорықпау керекпін. Так, мынаяқта нуб. Оп, асықпай түсеміз. Астыларға қоямыз лестницаны. Так, мынаяқта үстіп. Оп, астыға қарамаппын, мен сразу қарамадым. Мынаяқта полный. Анау менен де бай ғой. Мынаяқта алмаздар жоқ. Мынаяқта бар. Мынаяқта кіш-кіш-кіш. Так, инвентарымдағы заттарға үстіп алайық. Мынаяқта көп заттар. Алмаз деген дафига анау. Неде? Блин, нан ести салмайын ба? Лақтырып. Бұндың керегі де жоқ. Мына нуптың хатын. Так. Пока үстейміз. Сосын үстейміз. Так, мынаяқта көп алмаз ғой. Не деген көп? Нуп деген бай ғой. Нуппен дос болғалы керек. Тағы да осындай қоймалар білем деген болатын. Ол алдында. Так, енді осы қойманы кімнен қалған қойма екен? Так, мынаны алып аламыз. Анау қойманы байитын болдым мен чіріп. Нупқа бермеймін мен, нупқа болды. Мынаяқтар тұра берсін, пока тұра берсін. Мынандай алмаздар пока тұра тұрсын. Мынаны ешкім алып кетпегенше өзім алып тасып алармын, кішкене болсын. Осылай тасып алармын. Кеш батып кеткен жоқ па? Так, кеш әлі көп күн түс болды. Қазір үстіп кішкене болсын алып алайық. Хоп, мынаны жаба тұрайық. Мұнда метка салып кетейік. Үстіп мұндай. Мұнан 2 рет қоя салайық осылай. Осы жақты қазатын болам. Или мұнда осындай метка қоя салайық тағы да. Мынаяқтың бәрін кім ға жүр? Материалдарды керекті материалдарды алып қазір орнатып қою керек осын бәрін. Кәмен кішкен түсте демалып алайын, сосын осы жақты жасап, сосын өзіме ат керек, чауып барып келгенге қаладан арырақ тұрған жақсы екен. Кішкен нақты кеше декопер досын бұзып тастап еді, баласы ма не? Наяқты бұзып тастаған, сосын арғы жақты да бұзып тастапты. Неге бұзғанын түсінбедім. Наяқты вообще не үшін бұзғанын түсінбедім. Наяқты өзбектер бұзған ба немесе түсінсем бермасын. Не үшін бұзып жүргенін түсінбедім. Наяқты болды. Хоп деп жабайық, мұндай ғана материал керек. Қазір жатып демалып алайын, кішке материалдар крышада үстіде нуп жататын, нуп жатқан қоймада болу керек. Мұна алмаздар деген талдырады. Так, осы алмаздардың бәрін наяққа салайық. Бұл жаққа ешкімді кіргізбейтін боламын. Кірмейтін болады. Ал мен демалып алайын, қазір кешке оянып ұйықтайтын жарым. Ертең түсіретін болам тағы да. Ертең күні. Не айтып кеттім мен, таңертең тұра сап сандырақта кеттім. 2 күн өтіп кетті, ана жөндейім деген заттарды алып кеп қойдым. Так, мынаяққа салып, жөндей салып оңай ғой негізінде. Қойып қоя салам. Сосын қоймадан қарап, сөйтіп мынаяққа өзіме келесте баня ма сондай соғу керек. Баня соғып, сосын ат нететін, сосын мынандай астыға қойма соғу керек. Алмаздардың бәрін тағатын, нуп келген соң бәрін істейді жарым. Нуп әлі кемет. Нуп келім деген уже 1 күн өтті ма, уже қанша күн өтіп кетті. Бүгін кешке келіп қалар немесе сол нупты күтіп ап, нуппен келесі серияларда соғатын боламыз. Міндетті түрде соғу керек. Мына қап-қараңғы, нуп бірнеке істемеді манаққа. Мына қойма деген кір. Қоймаға, бұл қоймаға әрине тұлға болмайды. Мына рансыр, мына душтан жаман болып кеткен кір. Нуп түскеннен кейін түскін келмейді. Бассейнға түсіп, тағы да демалайын, мен кішкене шаршадым. Кеше жұмыс істеп. Так, мына бассейнға түсейік. Кішкене асықпай түсейік. Сосын наяқта не осы түсінбедім, өзбектер салып кеткен болатын.
билейтін ба, билейтін аяқта билейтін зат па, не пәле. Сосын осы каникулға шыққаннан кейін, каникул ма, қалай айтсам болады, нуб екеуміз тағы көп заттар істейтін боламыз. Так, болды, мен кеттім, үйге барып өз жұмыстарымды істей берейін. Ой, жақсы. Есікті ашып